Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дертке ем анасы бал барлық дертке дауа атты тақырыбында бал туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама жазылып алыңыздар. Таңғы асымызда тәтті бәліштерге де, тіпті сусындарымызға дейін қосып көптеген салаларда пайдаланып жүрген балымыз, сонымен қатар барлық дертке бал дауа болып келетін денсаулық негізі. Балда шипа бар. Жетпіс пайғамбар алейхиуассалам балға берекесімен дұға еткен. Бір хадисте шарифте бал жайында өлімнен басқа барлық дертке дауа делінген. Мыңдаған жылдар бойы адамдар әрі тағам ретінде, әрі ем ретінде пайдаланылған. Тарихта жаралылар мен және асқазан ауруларын емдеу жолында пайдаланылған. Витамин және минералға өте бай болған балда әсіресе А, В1, В2, В6, H және P витаминдерімен бірге кальций, магний, натрий, йод, феррум, калий сияқты минералдар мөлшерде кездеседі. Бұдан басқа құрамындағы 12 түрлі фермент әртүрлі ауруларды емдеуге пайдасы бар. Балдың өзгеде пайдалары мыналар. Бірінші, қанды тазалайды. Екінші, стресстен қорғайды. Үшінші, жасушаларды жаңартады. Төртінші, асқазанды жеңілдетеді. Бесінші, іш ауруларын қатайтады. Алтыншы, ас қорытуды жеңілдетеді. Жеті, жақсы энергия көзі. Сегізінші, жүрек дүрсілінің алдын алады. Тоғызыншы, жүрек тамырларына пайдалы. 10-шы, бауырдың майлануының алдын алады. 11-ші, суық тигенге пайдалы. 12-ші, тыныштандыратын әсері де бар. 13-ші, тіс етінің қабынуына пайдасы бар. 14-ші, қанның ұюына жол бермейді. 15-ші, жаралылардың асқынуының алдын алады. 16-шы, қан айналымын жеңілдетеді. 17, сүтпен ішілсе ішек құрттарды түседі. 18, араның инесі ревматизмге дауа. 18-ші, кеңірдек және тамақ ауруларын қайтарады. 19-ші, бал қорегінде маңызы зор. Бала қорегінде маңызы зор. Сумен ішілсе ішті жүргізеді. Шалфей шөбін сірке суымен балды араластырып тамақты шайса ангинаны кетіреді. Іштегі инфекцияларды кетіреді. Достар, бүгін сіздерге балдың адам организмінде қандай пайдасы бар екенін айтып шықтым. Қанша балдың құрамында қандай витаминдер барын және адам ағзасында қандай өзгерістер әкелетінін. Егер сіздерге пайдалы болса, менің арнама жазылып, ой-пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.